Хай! Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздер мен Дони Плеер. Бүгін біздер деген, яғни Бредикс серверіне шолу жасайтын боламыз. Биыл деп бүгін біреу жазған екен, қалай Бедварсқа кіреді деп, чатта осы жерде көрсетіп қойын. Қалай кіреді деп жазған екен, сондықтан мен соны көрсетіп жібере қояйын. Сол Бедварс сервер, Бредикс серверінде болады. Жалпы Бредикс серверін қысқаша түсіндіріп берейін. Бредиксте Бедварс, Скайварс және Мардер Мистер сияқты 3 топ ең керемет айтқанда режимдер бар. Бредиксте айтқанда 115 деген не керек бізге? Айтқанда Майнкрафттың өзіндік нөмір керек. Осы арқылы кіре аламыз, және 114-те бола алады осыған. Атымызды бірінші дұрыстап аламыз. Және де біз мынаған кіреміз, мынаған друзьяға кіреміз. Енді өзіміздікін IP порты ссылкада болады. Керек IP портын жазамыз. Енді менде Бредикс серверлер бар, толып жатыр. Контр сервер бар, өте көп менде серверлер. Бредикске кіреміз. Бедварсқа қалай кіреді деп айтып жатыр екен бізде. Міне, осы Бредикске кіреміз. Айтқанда, мына жерде ешқандай пароль жазғызбайды бізге. Міне, мына жерге ешқандай пароль жазғызбайды. Біз кіреміз. Мына жерге де ешқандай пароль жазғызбайды. Міне, мына үшеуінің біреуіне де кіруге болады. Сіздерге жалпы ережесін айтып кетсем, бұнда боқтауға, жаман қылық жасауға болмайды. Достар, сіздерге бір нәрсе айтып кетсем, бұнда және де читпен ойнауға болмайды. Әйтпесе сіздерге бан береді. Навсегдаға. Әйтпесе сенікін навсегдаға шығарып жіберуі мүмкін. Айтқанда, осылай мен паролін жалпы айтқым келмеген, жақсы айта салайын. Бізге QR2 деп жазуыңызға болады. QR2. Окей? QR2 деп жаздыңыз. Сосын тағы да жаз деп тұрады. Тағы да жазасыз. Сосын тағы да жазған кезде, айтқанда сіз кіре аласыз. Басқа нелерде де сондай. Басқа режимдерде де сондай. Жаңадан обновление шықты. Міне ағаш қосылыпты бізге. Енді карта қосылатын сияқты жақында. Өйткені көктем келе жатыр алда. Келді көктем. Сондықтан айтқанда жыл мезгілдеріне орай әртүрлі карталарды қосады. Мықты етіп жасайды. Міне осындай заттар болмаған. Мына заттар болмаған, мына шыша болмаған. Ал енді біз көп сөйлегенше крик дегенде осындай бір кәттілер болады, адамдар әлі жоқ. Бедварсқа да, Скайварсқа да, Мардер Мистерге жаңа кіруге болады. Сіздер егерде компасты басатын болсаңыздар, Бедварс, Скайварс, лобби деген сияқты заттарға кіре аласыздар. Және де мен мына айтқанда режим, осы орысша түсінбеймін бар ғой. Режимді айтпаған сияқтымын, айтпадым, өйткені кіріп кеткен сияқты, лебі шығып кетті, қатып кетті, шамалы қатып кетті. Мына режимді не үшін айтпады десеңіздер, просто так мына режимге өшем түсінбедім, выживание сервер сияқты, например. Маған выживаниялар аздап ұнайды. Тек анандай емес, мобы жоқ, түкте жоқ. Мынау Skywars. Бұнда да боқтауға болмайды. Стоп, сіздерге тағы да бір нәрсе көрсеткім келіп еді. Өкінішке орай мен екінші сервер адамды осылай көре аласыздар. Тек мен екінші серверге кіретін болсам, міне, енді осылай не істеп жүрді, енді банға тығып жүрді. Мен егерде атымды өзгерте алмаймын, өзгертсем де бәрібір мен не істеп тайды. Бір күн деп тұр ғой, өйткені бәрібір навсегда бұл.
бул программадан кате кеткен. Мен мына программанын атын унутуп калдым, мынаны жасаган адамдын. Жакшы. Ошо айтканда бизде мен пароль жаздым. 2 рет жазасыздар. Алгаш келген адамдар 2 рет жазат. И одан кийин тагы кирсеңиздер, сиздер бир рет жазууларыңызга болот. Енді мен деген көп сөз созбай, әдеттен озбай, мен Skywars-га кірейін. Ал енді біздің кезекті карткамыз келді. Біздің кезекті карткамыз заттарды ала қояйық. Мында заттарды сындыруға болады. Әрбір затты сындыруға болады. Дерзкий стрим. Мына аздап қатып отыр. Жалпы өлгісі келіп жүр-ау деймін. Ёлки-палки. Бас. Мен келім. Жоқ, мен келім болмай қалды. Мейлі, бізге жетеді ол. Біз ускорение алып алдық. Достар, бізде броня аз ет. Ё-моё. Осылай тактикамен жүреміз енді. Қолым келіп жатыр. Ана жақ жүреді, да. Жүрек айнып жатыр менде. О, далбай. Қудыртат бар ғой өйстіп. Біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Ал сіздерге бүгінгі видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ал ендеше пока-пока. Чао. Лайк басуды ұмытпа, жеги. Давайте, сау болыңдар.